күпірлікпен айыптау дұрыс па? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Ниса сүресінде былай деп айтады. Астағфиру билла, я айюхаллазина аману, иза дарабтум фи сабилиллахи фатабайяну. Ей иман келтіргендер, егер Алланың жолына шықсаңдар, онда анық қанығына жетіңдер. Яғни, анық қанығын біліңдер, егжей тегжейлі оның мүмін екенін, оның кәпір екенін біліңдер дейді. Аяттың жалғасында, егер сендерге бейбітшілікпен сәлем берілген болса, олжаға қызықпай, сен кәпірсің, сен мүмін емессің деп айтпаңдар дейді. Яғни, осы аяттың тәпсірінде тәпсірші ғалымымыз Ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді: кімде-кім ла илаха иллалла деп айтқан кісіге кәпірсің деп айтқан болса, ол өлексені қалай харам қылды, дәл солай харам болады дейді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Әбу Зардан жеткен басқа бір хадисінде, кімде-кім бір кісіге кәпірсің, немесе сен Алланың дұшпанысың десе, және ол кісі олай болмаса, дәл осы сөз айтушының өзіне қайтады дейді. Яғни, пайғамбарымыздан келген осы бір ескертуден артық сіз бен бізге қатты ескерту жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Әбу Хурейрадан жеткен хадисінде, кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, жақсы сөз сөйлесін деуі, яғни адамның дініне, адамның ар-намысына тіл тигізбеуіне бір жұмсақ қана ескерту болып табылады.